токмо токуу барысында кээде кареткалар жүрмөй калышы мүмкүн. Сондай кезде мына каретканын канатын
щеткалардың бұрандасын бұрағанда қатты, тым қатты емес, тым жай емес, ұсталып тұратындай қылып істеу керек. Қатты бұрап жіберсе де алу қиын болып қалады. Сосын вивенгі щеткаларды да бүйтіп бұрап көруге болады. Сыртта тұрған нәрсе былай көрінеді, оның арасына жабысып қалған қылдар, шеп бір нәрселер болса, ақырындап бүйтіп бұрап көруге болады.